Бәріңе сәлем достар. Бүгін мен сіздерге Уборщица фильмін қысқаша баяндап беретін боламын. Ал видео бастамас бұрын арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жайғасып болсаңыздар, біз бастаймыз. Еще сотню, и я прибавлю полчаса. Ладно, зайду к вам попозже. Элис үйінде косметолог болып жұмыс жасайды. Әйел ерекше сексуалды аурумен ауырады. Мәселенің бәрі ол үйленген еркектермен жақындасуын тоқтата алмауда. Ішкіштер бар, наркомандар бар, ал бұл жердегі әйел үйленген сосискаларға тәуелді. Ол еркектердің оған бола өздерінің әйелдерін тастап кетпейтінін жақсы біледі. Бірақ ол сонда да өзінің бұл әдетін тоқтата алмайды. Өзінің проблемасынан арылу үшін ол тіпті арнайы курсқа жазылды. Сосискалық тәуелділіктен құтылатын. Бір күні Элис үйіне сантехникті шақыруға мәжбүр болды. Және басқарма оның үйіне беті күйген бір түрлі қызды жіберді. Шерли. Элис оны бұрын көрген. Олар коридорда Шерли еден жуып жатқан кезде соқтығысып қалған. Элис үйінде косметолог болып жасағасын, клиенттер кеткеннен кейін үйді тазалауға біраз уақыт кетеді. Сондықтан ол Шерлиді үйіне уборщица етіп қабылдауды шешеді. Шерли біраз ойланғаннан кейін бұл ұсынысқа келіседі. Айтқандай, сейсенбі күні Шерли жұмысқа келеді. Және тіпті Элистің клиенттерінің бірін шошытып алады. Шерли тазалықпен айналысып жатқанда, Элис ванна қабылдайды. Ол өзінің кезекті Майкл есімді әйелі бар ойнасымен қалай ажырасуға болатынын ойлануда. Майкл оған үнемі қоңырау соғып хабарламалар жібереді. Және күндердің бір күнде өзінің әйелін тастап кетуге уәде берген. Бірақ Элис сенімді түрде бұндай қарым-қатынасты доғару керек деп шешеді. Майклдан ойы бөліну үшін Элис Шерлидің кешкі асқа қалуын өтінеді. Кешкі ас үстінде қыздар сыпайы сөйлесіп, бір-бірін жақынырақ тани бастайды. Шерли өзінің бетіндегі күйігінің бала кезінде пайда болғанын айтады. Соның салдарынан оның енді адамдармен байланысуы қиын екен. Шерли Элистің мейірімділігіне өте риза. Сондай-ақ Элис те өзінің сексуалды проблемасымен бөліседі. Үйленген еркектермен кездесетінін және бұл тәуелділіктен құтыла алмайтындығын, тіпті соның салдарынан шегіп бастапты. Бірақ Элис бүгіннен бастап шекпейтініне және Майклмен бұдан былай кездеспейтініне уәде береді. Тамақтан кейін қыздар түн жарымға дейін телевизор көреді. Ал Элис тіпті ұйықтап та үлгереді. Шерли пәтерден ақырын шығып кетпекші болады. Бірақ Элис оянып кетіп, оны үйіне дейін жеткізіп салатынын айтады. Жолда Элис Шерлидің кешкі асқа қалған үшін алғыс айтады. Жауабына Шерли Элисті красотка деп атайды. Құдды бір кукла Барби секілді. Бірақ Элис бұның бәрі косметиканы дұрыс қолданғанның арқасында екенін айтады. Және Шерлиге де сәті түскенде боянуды ұсынады. Алайда бұл ұсыныс ойламаған жерден Шерлиді ренжітеді. Ол дереу Элиске көлікті тоқтатуын бұйырып, әрі қарай үйіне жаяу жететінін айтады. Ал сосын ол көліктен шығып, есігін жабады да, ештеңе айтпастан қалың орман арасына сүңгіп кетеді. Кезекті жұма күні Шерли тағы да уборкаға келеді. Және үстел үстінен темекі қорабын байқайды. Ол түсінбеушілікпен Элиске уәдесі жайлы есіне салады. Элис бұл ісінің дұрыс емес екенін түсініп, келесі жолы міндетті түрде сөзінде тұратынын айтады. Және дәл сол жерде темекі қорабын қоқысқа лақтырады. Ал сосын Элис Шерлиге бірнеше макияж сабағын ұсынады. Және оның тыртықтарын кішкене бояп жібереді. Содан соң Шерлиге өзінің көйлектерінің бірін кигізеді. Шерли өзін бұлай көрмегеніне бірнеше уақыт болды. Және оған бұл образ қатты ұнайды. Ұнаған соншалықты осы түні Шерли Элистің пәтеріне ұрланып кіреді. Және хлороформаның көмегімен оны одан да терең ұйқыға жөнелтеді. Элис ұйықтап жатқанда Шерли оның бетіне сұйық материал жағады. Содан кейін бұл масканы гипспен жабады. Бірнеше уақыт өтіп бәрі кеткен соң, Шерли Элистің жүзінен маска істеп алады. Таңертең хлороформадан кейін Элис өзін өте нашар сезінеді. Ол әлсіреп, бас айналып, жүрегі айниды. Соның салдарынан ол өзінің бүкіл клиенттерін кері қайтаруға мәжбүр болды. Кенеттен оған Шерли келеді. Ол бірге уақыт өткізуді сынады. Телевизор көріп, шай ішіп, бірақ Элистің бас тартуына тура келеді. Өзін жайсыз сезінгеннен ол оңаша болғысы келеді. Келесі күні фитнес орталығынан шыққаннан кейін Элис ойламаған жерден Майклмен кездеседі. Олар бірнеше апта бойы көріспеген. Және ештеңе айтпастан жай ғана әйелдің үйіне барады да тағы да күнәға батады. Бірақ Элис оны Майкл сосиска тестасымен тамақтандырып жатқанда, Шерлидің ақырын бақылап тұрғанын білмеді. Элис оңаша қалғанда, Шерли артынан келіп хлороформамен тұншықтырады. Ал сосын оның телефонымен Майклға хабарлама жолдайды. Онымен тағы да кездескісі келедіміз. Қуанышты хабарламаны көрген Майкл ойнасына төрт аяқтап жүгіреді. Бірақ ол енді үйге кіре бергенде Шерли оны да құлатады. Сәл кейінірек Элис есіне келгенде, ол қолына байланған асхана пышағын байқайды. Ал қасында пленкаға толықтай оралған Майкл жатыр. Шерли Элистің проблемасынан мәңгілікке құтылғанын қалайды. Және бұл үшін ол өз қолымен Майклды өлтіру керек. Элис әрине мұны жасақсы келмейді. Және сол кезде Шерли кислотаға толы банканы шығарады да, оны Майклдың жанды жеріне құяды. Ол егер Элис өз ісін жасамаса, Майклдың сағаттар бойы жаны қиналатынын ескертеді. Элис көз жасын бұлап, Шерлиден жайна қалдыруын өтініп, Майклды өлтіруден бас тартады. Және сол кезде Шерли кислотаны Майклдың аузына құяды.
Элис ақыры оның қиналғанына шыдап тұра алмай, Шерлидің ұсынысына келісіп, оны азапталудан босатады. Содан соң Шерли Элиске енді сен мінсізсің дейді де, әлдебір наркотикті күре тамырына салады. Бұдан бірнеше жыл бұрын кішкентай Шерли асханада отырып сорпа ішіп жатыр. Оған анасы дайындалу керек екенін есіне салып, барып көйлегін киюді бұйырады. Шерлидің анасы қызының сұлулығына қатты мән береді және оның бетін бояйды. Ал Шерли анасына мұны бұдан әрі жалғастыра алмайтынын айтады. Бірақ жауабына тек шапалақ алады. Сәл кейінірек Шерлидің бөлмесінің есігі ашылады. Оған бойы 2 метр қара нәсілді дантист келді. Ол оның анасына $500 төлеп, қызын 1 сағатқа жалдап алған. Бұл олардың үйіне келген бірінші немесе соңғы клиент емес еді. Бірақ бір күні шаршаған Шерли кезекті клиентті тістеп алады. Және қызуқанды клиент алдымен анасын ұрады. Ал сосын Шерлиге қайнап тұрған майды шашып жібереді. Оның бетіндегі тыртық осылай пайда болған. Бұл оқиғадан кейін Шерли сұлулығын жоғалтады және барша тұрақты клиенттердің бұл үшін көңіл күйлері түсіп кетеді. Анасы соңына дейін қызының тыртықтары сейіліп, ол кішкене болсын тартымды болады және ақша табуды жалғастырамын деп үміттенеді. Бірақ Шерли бұдан былай мұнымен айналысқысы келмейтінін қадап айтады. Қызының мәлімдемесін естіген анасы дереу қайшыға жүгіреді. Ол Шерлиді ұстап, сол жерде тілін кесіп тастамақшы болады. Шерли мәңгілікке үнін өшіру үшін. Бірақ ең соңғы сәтте ол тоқтайды да қызынан жылап тұрып кешірім сұрайды. Алайда Шерли анасын кешіруге асықпаған еді. Сәтті пайдаланып, ол оның арқасына қайшы тығады. Ал қазіргі уақытта Шерлидің анасы әлі де тірі. Ол көп жылдан бері жүк контейнердің ішінде цепке байлаулы отыр. Және кейде Шерли оны ұнтақталған егеуқұйрықтармен тамақтандыру үшін келіп тұрады. Қазіргі уақыт. Шерли Элисті жол дорбасына салып, оны Майклдың көлігінің багажнигіне артады. Ал сосын өзінің үйіне алып кетеді. Бұл уақытта өзінің күйеуін аңдып отырған Хелена Майклдың көлігінің ізіне түседі. Ол біраз уақыттан бері күйеуіне күдіктеніп жүрген болатын. Көзіме шөп салып жүр деген оймен. Ол күйеуінің жартыдан көп мүлкіне ие болу үшін сотқа тікелей айғақ керек. Енді ғана Шерлидің үйіне апаратын бұрылысқа келгенде Хеленаның бензині таусылып қалады. Соңында Хелена әлдебіреу көмектесер деген оймен жол жиегінде сағаттар бойы тұрады. Және расымен біреу келіп тоқтайды. Жылы жүзді шал Хеленаның көлігіне жанармай құяды. Тіпті одан ешқандай ақша алмайды. Шал айтады: "Бүгін таңертең маған жаратушыдан аян келді. Ол менің бүгін азапталушыға көмектесетінімді айтты. Бірақ бұның саршашты сұлу қыз екенін айтпады." Содан кейін бейтаныс еркек Хеленаға сәтті жол тілеп кетіп қалады. Ақыры Хелена жолын жалғастырады. Күйеуінің көлігін әлдебір жартылай қираған үйдің алдынан көріп, көлікті дереу тоқтатады да, ол бір түрлі үйге қарай бет алады. Бұл уақытта үйдің ішіндегі Элис есін жинаған еді. Сөйтсе ол лас ваннада байлаулы тұр екен. Хелена Элистің айқайын естіп, дереу оған көмекке келеді. Элис одан тез арада босатуын өтінеді, бірақ арқан мықтап байланған. Және Хелена жылдам түрде кухнядан пышақ әкелуге кетеді. Элиске келген Хелена күйеуімен ойнастық жасаған дәл осы қыз екенін байқайды. Ол біраз уақытқа кідіріп қалады, бірақ соңында бәрібір Элисті босатады. Бәле, Елена дегенше тамам ауырып кетті. Елена күйеуінің қайда екенін және оның көлігі неліктен үйдің алдында тұрғанын түсіне алар емес. Элис Майклге не болғанын білмейтін кейіп танытады. Ол өзін есі ауысқан адам өлтіруші ұрлап кеткенін және олар бұл жерден дереу жоқ болу керек екендерін айтып ескертеді. Елена мен Элис үйден почти қашып шығады. Бірақ соңғы сәтте оларды Шерли күрекпен қарсы алады. Ол Еленаның аяғын жарақаттайды да басына бірнеше соққы дарытып, оны келесі өмірге жөнелтеді. Ал Элис тығылуға тырысып артқа жүгіреді. Және Шерли оны іздеуге кеткенде, ол Еленаның қалтасынан көліктің кілтін алады. Элис үйден қашып шығады да оның көлігіне секіреді. Бірақ дәл осы сәтте Шерли жүргізуші орындығының терезесін бұзады да Элиске әлдебір наркотикті тығады. Элис соңғы күшімен көліктен шығып, орманға қашуға тырысады. Бірақ көп ұзамай жерге құлайды да есін жоғалтады. Элис кереуетте есін жинайды. Боянған, үстінде көйлегі бар және цепке байлаулы. Элис түсінбеушілікпен терезеге жақындайды. Және Шерлиді көріп, бұтына жіберіп қоя жаздайды. Шерли оны телміре бақылап тұр. Шерлидің балалық шағындағы ең сүйікті ойыншығы ол қуыршақ үйшігі болатын. Оның бөлмелерінің бірінде сұлу Барби тұратын. Бұл кукла оған болып жатқан қастандықтардан кішкене болсын бөлінуге көмектесетін еді. Және Шерли Элисті кездестіргенде, оған сен құдды бір кукла Барби секілді сұлусың деген болатын. Енді бұл тірі Барби оның импровизацияланған үйінде өмір сүреді. Фильм ұнаса лайк басып, комментарийға өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыз, жаңа видеоларды бірінші болып тамашалай аласыз. Сондай-ақ арнадағы басқа да видеоларды көріп шығуыңызға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргеніңізге үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған кино әлемі. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.